Сәлем достар, бұл видеода әртүрлі елдердегі қызықты заңдарды білетін боламыз. Ал онда кеттік. Сіз лотереядан ұтып, жүлде ретінде дүние жүзі бойынша саяхатқа билет алдыңыз делік. Әрине сіз тез жиналып ұшаққа бара жатырсыз. Бірақ басқа елдерге бармас бұрын ондағы қызықты, сонымен қатар маңызды заңдарды біліп алған жөн. Әйтпесе сіздің темір тордың ар жағынан бір-ақ шығуыңыз таңғаларлық жағдай болмайды. Алдымен Испаниядан бастайық. Испания керемет матадор мен бұқаның қанды шайқасы және бәрі білетін фламенко, танго сияқты билермен әйгілі. Испанияда иттер белгілі бір мөлшерде жүре алады. Бір адамға 8 иттен артық емес. Ал бұл заң немен байланысты екендігі белгісіз. Және қазір бір заң жобасы мақұлдануда. Оған сәйкес көшеде допты тепкені үшін 1000 евро айыппұл салынады. Келесі кезекте Ұлыбритания. Ондағы ең қызықты заңдар бойынша бірінші орында тұрған заң: егер сіз көліктің артында тұрып, сол қолыңызды көлігіңіздің артына жақын ұстап тұрсаңыз, сізге кез келген жерде дәрет сындыруға рұқсат етіледі. Мен ойымша, бұл шынында да бірінші кезекке лайық заң. Ал одан кейін екінші орында алған заң Ұлыбританияда парламент әкімшілігінде қайтыс болуға қатаң түрде тыйым салған. Қызық, иә? Алда әлі біраз қызықтар бар. Мысалы, ақш-та нанды ара арқылы кесуге болмайды. Және осы нанмен өртеніп жатқан үйде ас ішуге болмайды. Осы заңдар біздің елімізге шынында да қажетті заңдар деген ойдамын. Ал Қытайда суға батып жатқан адамды құтқаруға болмайды. Бұл оның жеке өміріне араласу болып табылады. Соңғы болып тұрған Швейцария. Швейцарияда сағат кешкі 10:00-ден кейін дәретхана суын ағызуға болмайды. Осы себептен кешкі 10-нан кейін Швейцария дәретханасына баруға кеңес бермеймін. Әсіресе сіз қоғамдық дәретхананы пайдаланатын немесе жалғыз тұрмайтын болсаңыз. Әзірге осы арнаға жазыл, басқа да қызықты видеоларды көруді ұмытпа.